Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі сабақ арнайы мен оқушыма және қалған көрермендерге. Бүгінгі үйренетін әніміздің аты Бал Қадиша деп аталады. Ал ендеше кеттік кәне. Қараңыздар, астыңғы 6-шы перне, мүмкін біреулерде 7-ші шығар. Соны бастамыз және үстіңнен 4-ші перне. Былай болмаса былай ұстайсыздар. Мынаған соңғы саусақ, мынаған бірінші саусақ қоясыздар үстіне. Қағыс осындай, төмен, төмен жоғары. Солай қайталана береді. Енді алғашқы әуені қыз едің, ыбырайдың дейді. Міне. Төмен, жоғары, төмен қағылатын. Қыз едің деген жер. Қыз едің. Сосын ыбырайдың деген жері астыңғы 7-ші пернені ұстаймыз. Астыңғы шертеміз. 2 рет төмен қағастыр. Сосын 6-ға барғасында үстіне қағастыр. Осылай болады. Одан кейін қайтадан 7 төмен, кейін 9 жоғары, сосын 7 төмен. Қосқанда қыз еді, қыз еді. Қараңыздар, қыз едің дегенде, мысалы қыз едің деп төмен жоғары төмен қақтық. Қыз едің. Бағанағы алдындағы қағыстан ең бірінші бастадық қой, сол қағысты созып тұрғанда ойлап тұрасыздар. Қыз едің. Осылай 2 рет ойнасаңыздар болады. Ары қарай. Ыбырайдың. Ыбырайдың ойнадық. Ары қарай. Бал Қадиша деген жері. Төмен 6-ны қағастыр, төмен 2 рет. Сосын 4-ке барасыздар, жоғары. Міне. Осылай болады. Кейін 7 төмен, 6 төмен, 7 жоғары, сосын 6 төмен қайдан. Қосқанда осылай болады, міне. Осы 2 жолды қоссақ, міне. Қыз едің, ыбырайдың Бал Қадиша. Бал Қадиша деп тоқтағанда да алдындағы жаңағы бірінші үйренген қағысымызды тағы да жаңа бір рет ойнауға болатыны. Бал Қадиша. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осылай. Ары қарай. Бұралған нәзік белің ғошіркін деген жер. Бірінші перне төмен, сосын 2-ші перне жоғары. Жоғары, 4-ші перне төмен. Осылай болады. Төмен, жоғары, төмен. Кейін қайтадан сол 4-тен бастайсыздар. Аяқталған жерден төмен қағылады. Сосын 2-ге жоғары. Осылай болады. Кейін 4 қайдан төмен. Сосын 6-ға жоғары. Міне. Осылай істедік. Сосын қайдан соны басаймыз. Осылай болады. 4, 2, 4, 6. Қағыс алма кездегі. Сосын қайдан 2-ге барасыздар. Төмен 2 рет қағасыз. 2-ге барғанда төмен 2 рет қағылады. Сосын 1-ге барғанда жоғары кетеді. Осылай болады. Міне, бұралған нәзік белің деген жерді ойнадық. Қазір уа шіркін Бал Қадиша дегенді жеге ойнаймыз. Енді осы бұралғанды бірінші бекітіп алайық. Бұралған нәзік белің. Міне, жасадық. Тағы да қайталайым. Сосын. Енді уа шіркін Бал Қадиша деген жері. Ашықтан басталады. Төмен қағастыр. Кейін 1-ге барғанда жоғары. Міне, әліп. Кейін 2 төмен. 4 жоғары. Сосын 6-ға барасыздар. 6-ға барғанда төмен, төмен жоғары кетеді қағыс. Уа шіркін талға дегенге осы қағыс қағылады. Төмен, төмен, жоғары.
уа шіркін, сосын талға, сосын диша о деген жері. 4 төмен, 2 жоғары, төмен, жоғары, 4 қайдан төмен, 6 жоғары. Сосын осы 2-ге келіп, жаңағы қағыс жазылады. Уа шіркін талға диша, сосын о деген жері. Яғни төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осы қағыс. Сосын деген жері. 4 төмен, 2 жоғары, жоғары, 1 төмен, сосын ашық жоғары. Одан кейін 2 қайдан төмен, 1 жоғары, ашық, ашық төмен. Болмаса, бұл ашыққа бітіресіздер, болмаса жаңағындай алғашқы бастаған жеріне келесіздер мені. Бұлай болады. Осылай бітіресіздер. Бұлайша айтқанда екеуі почти бір аккорд. Просто астында сольдің орнына, соль нота астында ре нотасы, яғни аккорд беріп тұратын нота ойналады. Егер бірге қосып ойнайтын болсаңыздар, бұлай болып кетеді сондай. Уа шіркін талға диша о. Көрдіңіз да? Осыған тоқтады ғой. 80 қыз серуенге шықса дағы, ішінде алпан жолды жарығым сен ғадиша о. Иә, оңай оп-оңай негізі үйреніп алуға. Бүкіл қайырмасы, келесі куплеттері, бүкіл әуендер осылай қайталана береді. Енді кейбір жерінде мынандай нәрсе бар ғой. Найна астау тайдай деп бір әуен өзгеретін жай бар, қазір сол жерін көрсетіп жіберейін міне. Ол шатаспасам 2-ші куплетінде, 3-ші шумағында ма, сондай бір айтылатын жер бар, бұрында деген жер. Бұрында астау тайдай деген жер. Міне, дәл солай басылады. Астынан 6, үстінен 4. Бұрында. Сосын кейін. Дәл солай айтылады. Төмен 7-ні төмен 2 рет. Кейін 6 жоғары. Кейін 7 қайдан. Төмен 9 жоғары. Жоғары 11 төмен. Міне. Басау тайдай деген жері. Міне. Ары қарай қайдан сол әуен кетеді. Егер сахнаға әнді орындайтын болсаңыздар, әрине жаңағыдай уа шіркін талға диша о деген жегі әуеннен бастайсыздар. Мысалы сахнаға шықтыңыздар, бірден бастап кетпейсіздер ғой. Алғашқыда жаңа кіріспе, вступление мен соны ойнайсыздар, Міне, домбыра қолға алыңыздар. Қыз едің абырайдың балға диша, бұралған нәзік бұралған елің нәзік, о шіркін талға диша о. Примерно мен енді бұл әнді көп орындамай қоймаймын да, жай примерно көрсеткенім. Осымен сабақ бітті, түсінікті деп ойлаймын. Арнайы оқушыма да осылай түсіндіргем.
ол енді премьеріне көрсетіп жүріңізші деген, бірақ осылай бір жола видеорап жазайын ба деп шештім. Келесі сабаққа кездескенше аманшылықта болайық. Ассаламу алейкум.